Men yo'l shoshiraman. Men Abdullaylar, men Allohdan qo'shildim. Nina Nathan So'ye, men kunlik nurmet qildim. Қарамасаңдар балалар, мен құсап бағуға тырысып сөмкемді бәрін көріңдер ме? Ал енді осы сабақтың біз отанның ұланымыз әнімен басталуы, сендердің есімдердің ерекшеліктерін айтуларын, мен сондай образда киініп келуіне бүгінгі сабағымыздың тақырыбын байланыстырып сұрақтар болу керек. Қожа неге жатасын жеп көрді? Аяғыма оймада оймаға қояды. Қожа қандай жүрді бала? Ол айтайын. Ол тентек бала, оның ішінде мейірімділік бар, бірақ ол сырттан мейірімсіз, бұзық бала. Келесі сұрағын қоя ғой. Қожаға мұғалімдер қандай көзқараспен қарады? Қожаға мұғалімдер жаман, яғни ол тентек болғандықтан, сабағын оқымағандықтан жаман көзімен. Мысалы, басты рөлде Нұрлан Санжар атақты футболшы. 2038 айдың туған иесі болу үшін. Осы қожа өте бұзық болған екен. Бұның орнында Нұрлан Санжар деген актер ойнаған ғой. Абдулла Қарсақбаев көп іздейді киноға түсетін баланы. Қырғызстанға да барады тіптен. Бірақ өкінішке орай өзінің көңіліне ұнайтын балалар таба алмайды. Содан бір күні көшеден өтіп баратса, бір топ балалар алысып, жолысып, өздеріне ұқсап төбелесіп ойнап жатыр екен. Соның үстіне куәгер болып түсіп қалады, сыртынан бақылап қарап тұрады. Қожаны көріп, бірден Нұрлан Санжарды көріп, міне осы бала қожаның рөлін сомдайды. Қожа өте бұзық болған екен. Бұның орнында Нұрлан Санжар деген актер ойнаған ғой. Абдулла Қарсақбаев көп іздейді киноға түсетін баланы. Қырғызстанға да барады тіптен. Бірақ өкінішке орай өзінің көңіліне ұнайтын балалар таба алмайды. Содан бір күні көшеден өтіп баратса, бір топ балалар алысып, жолысып, өздеріне ұқсап төбелесіп ойнап жатыр екен. Соның үстіне куәгер болып түсіп қалады, сыртынан бақылап қарап тұрады. Қожаны көріп, бірден Нұрлан Санжарды көріп, міне осы бала қожаның рөлін сомдайды деп. Дәл сол бейнесі. Сол бейнені көрген оқушылар өз-өзін айнаға қарап тәрбиелеу керек деген мақсатта Қазақстанның барлық балалары тәрбиелі болсын, заңға бағынсын, тәртіпті болсын деген мақсатта осы ескерткіш қойылған екен. Соқпақбаевтың қызы Самал Соқпақбаева қазақ баспаларына соңғысы келеді шығарманы. Бірақ қазақ баспалары бұдан бас тартады жазуда. Оны әкесінің шығармасын алып, Мәскеуге алып барып, орыс тілінде тәржімалайды. Сол жерден танымал болған шығарма француз елінде француз тілінде басылып шығады. Содан не керек осы шығарма Бердібек Соқпақбаевты танымал етіп, өте қызық жазылғандықтан 15 тілге аударылған. Сонда ең тұңғыш аудармашысы кім екен бұл шығарманың? Самал Соқпақбаев өзінің Бердібек Соқпақбаевтың қызы аударған екен. Сұлтанбапы ол темекі шегетін бұзық бала болып ойнайды ғой фильмде, бірақ ол өмірде өте тәртіпті бала екен. Сөйтіп сол киноға түсіп жүріп, темекі шегіп үйреніп кетеді ғой. Содан әкесі оған ренжиді Абдулла Қарсақбаевқа. Сіз мен баламды киноға түсіріп, темекі шекпейтін баламды жаман жолға түсіріп жібердіңіз деп ренжіген жерлер. Ол не? Лагерге жолдама. Біз енді лагерге баратын болдық. Ал сен ауылда иттермен тәртіпке салып жүресің. Өзің тәртіпті болып жүрсеңші. Сен оны маған үйтіп ақылайды ба? Жаңағы сұрақ беріңізге сөз ал енді балалар көз алдарына осылар сахналаушылардың қойылымы арқылы оқулықта оқығандар не естеді ме көз алдарына? Не көрдіңдер? Тақтаспен қожаның бір-біріне қожамен қожаның әңгімесін өзі қазіргі заманмен байланыстыратын болса,
Онда қазір бізде қожа сияқты балаларды олар бұзықты жасаса, қазір бұрынғы балалар жазалаған, ал қазір болса психологпен, сынып жетекшімен шешеді. Сосын ол бала өзінің өмір жайлы мысалы кітапқа жазудың орнына TikTokқа немесе басқа да желілерге салар еді. Және мектепте ол қысым көрсетсе, оны бірден ашық айтар еді. Ал бұрындары олар мұғалімдерге ашық айтудан қорқып айтпаған. Неге сіз менің балама 3 немесе 2 деген бағаны қоясыз? Не үшін өйтесіз? Менің баламды дұрыс оқытпайсыз. Сондықтан осындай баға алады. Мектепте не бітіріп жүрсіздер? Сіздердің мұғалімдерді кім жұмысқа алады? Одан да мықты мұғалімдер жұмысқа алмайсыздар ма? деп ұрсады. Сондықтан қазіргі жарайды, мұғалім мен оқушы арасында қатынасқа тоқтадық балалар. Тағы да қандай басқа қырлармен шығарманы байланыстыруға болады? Мысалы, қазіргі балалар жақсы оқығанмен олардың бұзықшылық болуы өте көп болады. Мысалы, қожа өзі жақсы оқыса да өте бұзық болады. Мен қою, иә? Сендер орталарында бар ма осындай оқушылар балалар? Өзін өзгеден жоғары қоятын. Осының алдында да біз өткенбіз, иә? Қай шығармамен байланыстыруға болады осы бүгінгі шығарманы? Мен Егіннің онда да осы тақырыптарымыз туралы айтуға керек болатынбыз, иә балалар, иә? Әрекетін шығармадан тауып айту арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын ашамыз және идеясын ашамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз, тақырыбындағы мақсатымыз шығарманың тақырыбын және идеясын анықтау. Ал олай болса осы кесте арқылы мақсатымызды орындаймыз. Мақсаты не екен? Не деп ойлайсыңдар? Бір сөзбен. Дәнекерлеушілер айтса болады. Айта ғой. тәкаппар болмауды және де әдепті болу. Әдепті болуды және Балаларды өз жолына салуды. Дұрыс. Біреуді кемсітпей ақылды болуға басқалар көмектесуді. Өте жақсы. Тағы кімде қандай ой бар? Біреуді өз жолымен салып кетті. Оны тәртіптілікпен оқуға бейімдеу. Бүгін нені көрсеттік барлығымыз? Ұйымшылдықты және білімді көрсетті, тәрбиелі болу. Сонда бір сөзбен балалар өз жолын адаспай тақса екен деген идеясы болды. Насыл Аяру 7 балмен 4 алды. Зербек Айшелер 6 балмен 4 алды. Маратбек Өсері 7 балмен 4 алды. Ян Саяржан 10 балмен 5 алды. Әуес Нөзірі 8 балмен 5 алды. Олардан 7 балмен 4 алды. Әуес Ерасыл 5 бал 4. Руслан Молдағдырет 6 бал 4. Тұрған Ерасыл 5 бал 4. Өте жақсы. Топтық балл қанша болды?